أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Адамның көзіне көрінбейді, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, яжри маджраддам. Min бәни адам баласының қаны ағатын орындарда ағады дейді ол. Қан ағатын орындарда ағады. Қан деген нәрсені сол жерде жүреді ол. Сосын тіпті Айша анамыз отырған кезде бір әйел кісі келіп сұрайды: Аллахтың елшісі, менде өзінің күнделікті уақытынан асып келіп жатыр дейді, етеккір. Сонда өзінің уақытынан асып келіп жатыр дейді, өте көп келіп жатыр дейді да. Сонда пайғамбар саллаллаху медицинаға болсын, жаңағыдай бір жаңалық ретінде 14 ғасыр бұрын айтып кеткен нәрсесі ғой. Хазароктоту мин шайтан дейді. Ана шайтанның жатырдағы бір қанды тамырды тесіп шығаруы ғой дейді. Қараңыз, қандай нәрсені айтып кеткен. Сахих хадисте. Сонда роктотун деген сөз біз тебу дегенді білдіреді. Оның тебу қана тамырды тебетті, жатырдан ағады екен бұл. Етеккірден бөлек нәрсе да. Сонда ана етеккірі тоқтатпай адамды мазалау. Көрдіңіз ғой? Осындай неше түрлі шаруалар істеп жүреді ол негізі. Денсаулыққа да уас. Қазір дәрет алып келсең қайтадан бірден кейін шығарып жібергендей бір нәрсе істейді ол. Қайтадан ана жаққа баруы мүмкін. Мысалы, намазда тұрсаң, ойланып ойыңызды бұзып, нешінші рәкағатта тұрғанымызды ұмыттырып жіберуі мүмкін. Бірден кейін берейін деп жатсаң, бермей деп кедейлікпен қорқытады. Біреуге барып көмектессең өліп қаласың деп қорқытады. Әртүрлі жерде әйтеуір жақсылыққа баратсаң тоқтатады. Көрдіңіз ба? Жамандыққа баратсаң ақырын итере береді сол жаққа қарай. Міне осы жын серік қиямет күні жаңағы Алла тағаланың сотының алдына бірге келеді екенбіз. Оны келген кезде көзімізге көрінеді ол. Көзімізге көрініп қасымызда тұрады екен. Сонда Алла тағала екеуіне де отқа лақтырыңдар деді ғой. Мысалы, кәпір адамның жағдайы баяндалып жатыр ғой. Алла тағала баршамыз сақтасын да сол нәрселерден. Сонда осы жын серік айтады дейді жаңа адамның. Вақала қоринуху. Қасында өмір бақи ажырамаған жын серігі айтады дейді. Роббана, Раббымыз деп сөйлейді. Біледі Раббысын. Көрдіңіз ба? Бірақ шайтани жолда болған. Сондағы айтқан сөзіне қараңыздар. Ана адамды тозаққа лақтырылайын деп жатқан кезде ол өзі үшін қорқады екен. Өзі үшін қорқады, ешшеді ғой ол жерде. Өзі үшін қорқады да айтады: Роббана ма тойтуху. Раббымыз мен емес бұны шектен шығарған деп айтады. Қараңыздар. Лақтырыңдар деген кезде, бұйрықтар келіп жатқан кезде, мен емес бұны бұзған. Мен емес. Сол кезде адам қарап, сен екенсің ғой деген нәрсе басталады. Сен неге жаман болдың десең, мен дегендей. Көрдіңіз ба? Ол айтады: мен емес Раббым оны шектен шығарған. Валакин кана фи далалин багид. Өзі алыста тура жолдан адасып жүрген. Құр бүйтсең болды кете беретін, өзінен өзі бұзылған адам еді бұл. Мен емес бұны шектен шығарған деп екеуі таласып тұрған кезде Алла тағала айтады: Қала ла тахтасиму ладайя. Менің құзырымда кәне дауласпаңдар. Екеуі де ауыз жабылады. Сөйлей алмайды. Менің құзырымда дауласпаңдар. Вақаду қаддамту илайкум бил бағид. Мен әділ едім. Мен сендерге дүниеде жүрген кездеріңде қиямет болады. Раббыларының алдыңа келіп есеп тапсырасыңдар. Сосын мәңгі жәннат не мәңгі тозақпен аяқталады ғұмыр деп ескертуімді дүниеде жібермедім ба екеуіңе? Қараңыздар. Дүниеде жібермеп педім мен ескертуді. Қазір бұл талас не көрсетпексіңдер ол таласпен деп жатыр Алла тағала. Уақыт бітті ғой. Осындай кінәлау деген нәрселер болады, құрметті бауырлар. Мысалы, Фирғауынның заманына, жаңағы Фирғауынды Алла тағала азапқа ұшыратқан кезде, негізі үлкен азаппен бұл өмірден озды олар. Өлім сәті өте қиын болды да. Фирғауын және оның әскері. Сосын сол барзақта қазір олар. Барзақта қазір не болып жатыр деген кезде Алла тағала айтады: Аннару юғрадуна алейха ғудуан ва ғашиян.
таңғы уақытта бір, кешкі уақытта бір рет, 2 мәрте күніне оттың алдына алып келініп тұрады дейді. Қазір барзах әлемінде күніне 2 мәрте, таңертең және кешке. Мына таңғы зікір мен кешкі зікір деген бар ғой Пайғамбар саллаллаху. Сол нәрселер бекер нәрсе емес, құрметті бауырлар. Шама келгенше оны барлығын айтылмасаңыз да кейбірін айтуға өзіңізге бір әдет қылу керексіз да. Бұл 2 уақыт жай уақыт емес бұл. Бізге де көрсетіледі екен сол уақытта баратын жеріміз ертең дүниеден озғаннан кейін. Ма минкум мин ахадин, қараңыздар. Иза мата ахадукум урида алейхи мақадуху. Сендердің біреулерің өмірден озған кезде орнына көрсетіледі дейді. Дүниеден озған кезде орны көрсетіледі. Имман нару ва иммал жанна. Не тозақ, не жәннат. Сосын айтылады дейді. Сума юқолу хаза мақадука хатта тубғаса илейхи яумал қияма. Мынау сенің орның күтіп тұрған. Бұл өзгермейді дейді енді. Қиямет күні қайта тірілетін күні барып жолығасың осы орынға деп айтылады екен. Ал енді олардікі белгілі болғандықтан тозақ деген. Алла тағала айтып отыр: «Ан-нару», тозақ, юғрадуна алейха, соған әкелінеді дейді олар. Таңертең бір рет, кешке бір рет. Сөйтіп қайта тірілетін күні, «Ваяума тақумус саға», ал қиямет сағаты орнаған күні, періштелер айдап әкелгенде, «Адхилу әла фирғауна әшәддәл азаб». Фирғауынның әулетін, әскерін одан да қиын азапқа кіргізіп жіберіңдер деп бұйырамыз дейді. Сол Фирғауын әскері, Фирғауынның халқы барлық жаңа тозақты ішіне кіріп кеткен кезде не басталады дейді Алла тағала: «О айз ятахаджуна финнари». Сол күні тозақтың ішінде дауласады дейді бір-бірімен. Қандай дауласу? Жаңа таласты айтып отырық та, қиямет сағатында болатын. Таласады. Фаяқулу дуғафа, әлсіздері айтады дейді. Лиллазина стакбару, жаңа Фирғауынға, Хаманға, дөкейлеріне: «Инна кунна лакум табаға». Біз өмір бақи тек сендерге еруші болдық қой біз. Не кінәміз бар біздің бұл жерге түскен? Сендер емес па басқарған біздің өмірімізді? Қараңыздар. Хал антум туғнуна минна насибам минаннар. Мына оттың бір үлесін болса да жеңілдете аласыңдар ма бізге? Дүниеде сендер басқардыңдар, мына жерде де бірдеңке істей аласыңдар ма деген кезде олар айтады дейді. Ақал аллазина стакбару, дөкейлері, тәкаппарланғандар айтады дейді. Инна куллун фиха, сөзсіз қазір біз барлығымыз тозақтың ішіндеміз. Ва инна Аллаха қада хакама байнал ғибад. Аллах тағала құлдарының арасына сотын аяқтап тастады, болды, енді өзгермейді дейді. Тозаққа түсіп кеттік біз, болды. Осы дауласу болады да. Осындай дауласу деген нәрсе болады да қияметте. Әрбір бір-біріне сүйікті болған дос, егер Алла иман байланыстырмаса, екеуі бір-бірін қарғаумен болады тозақтың ішінде. Екі сүйікті дос бір компанияда жүрген, өзіңіз ойлаңыз да. Сүмма яумал қиямати якфуру бa'дукум бa'дан дейді. Қиямет күні бір-бірлеріңді сондай қарсы келесіңдер дейді, тозақтың ішінде таласып дейді да. Ва ялғану бa'дукум бa'дан. Бір-бірлеріңді қарғаумен өтесіңдер дейді. Керек па сондай нәрсе? Керек па сондай байланыс? Әл-мар'у аля дини хулилихи. Пайғамбар саллаллаху айтқандай, әрбір адам өзінің бір ажырамай жүрген досының дінінде дейді ол. Досымен жүрген қарым-қатынасты дін деп атағанда Пайғамбар саллаллаху өзіңіз ойлаңыз. Кеттік анда дегенде кеттік. Соқтан әркім қарасын дейді. Кімді дос тұтып жүрген бұл өмірде? Сондай-ақ тағы бір осындай мәселе. Қорин деген нәрсе сондай-ақ жаңағы екі достың бір-бірінен ажырамаған екі досқа да айтылады өмірде. Анда-санда кездесіп тұратын бір-бірімен одноклассникке де айтылады. Анда-санда кездесіп тұратын бір көршіге де айтылады. Бірақ ол жаман жолда. Соған байланысты жәннаттықтар жәннатқа кірген кезде дейді. Жәннаттықтар жәннатқа кірген кезде фаақбала бa'духум ала бa'дин ятасаалун. Алғашқы кірген бетте олардың сөйлейтін сөздерін Алла тағала келтіреді, бір-бірлерінен сұрай бастайды дейді. Сонда олардың біреуі мынандай әңгімені айтады дейді. Қаала қаилу минхум. Жәннаттықтардың біреуі былай деп айтады дейді жәннатта. Инни канали қорин. Қараңыздар. Расында менің бір серігім болған еді дейді.
расында менің бір серігім болған еді дейді. Қысқаша баяндайды Алла Тағала, яқулу, ол маған әрдайым былай айтатын еді дейді. Мен иман келтіретінмін, иман келтіріп тура жолда жүріп намазымды оқып жүргеннен кейін ол маған былай деп айтатын еді дейді. Иннака ламинал мусаддиқин, расында сен Аллаға сенесің бе не? Қой деп айтатын еді дейді маған. Иза митна ва кунна туробан ва ғизоман инна ламадинун. Сонда біз не өлгеннен кейін, топырақ болып кеткеннен кейін қайта тіріліп, сот болады ма? Қой деп айтатын еді дейді маған. Мен оған былай да түсіндіредім. Ол өзінікін маған тықпылай беретін дейді. Сол досым не болды екен деп көргім кеп тұр дейді, қараңыз. Сонда жаңағы серігі дос деп кешіресіздер. Сонда фахал антум мутталиғун, қасындағы жаңағы сөйлесіп отқан жәннаттықтарға айтады екен, көргілерің келмей ме? Көрейікші деп. Анау жәннаттан қарағысы келсе тозаққа, Алла Тағала сол жерде көрсе алатындай қабілет берген екен да. Қараңыздар. Содан жақындату деген нәрселер өзде ол проблема емес. Қазіргі видео не деген нәрселер оның қасында түкке нетпейді ол. Анау үлкен алпауыт тозақтың ішіндегі фатталаға. Сөйтіп ол қарады да фаруаху, көріп қалды дейді оны. Фи сауаил жахим, жаханнамның ортасында жүр екен дейді, ортасында. Ойлаңыз. Сосын айтады, қола таллахи деп айтады жәннаттық. Аллахи, Аллахпен ант етем, ин киттала турдин, сәл ғана қалып еді мені құрта жаздағаныңа дейді. Яғни бір күнәға шақырған кезде, қойшы осы намазды қайтесің деген кезде, сәл ғана қалып еді мені құрта жаздағаның дейді. Валаула, қараңыздар сол кездегі жауап. Лаула ниъмату рабби, Раббымның нығметі болмағанда мені сақтап қалғанына, дінді ұстауыма бекемдеп қалған Раббымның нығметі болмағанда, ла кунту минал мухтарин, сөзсіз мен де сенің қасыңда тозақта жүрер едім қазір дейді. Алла Тағала осы оқиғаны баяндайды да, міне. Осындай аяқпен аяқталу керекпіз деп жәннатпен. Көрдіңіз бе? Инна хаза лахуа аль-фаузул азим. Расында ұлы табыс деген осы емес па дейді, жәннатпен аяқталу. Лимисли хаза фалиамил амилун. Амал істейм дейтіндер болса, осы жәннатта осылай аяқталу үшін амал істесін деп отыр да. Азалика хойрун. Осы жәннатпен аяқталған нәрсе хайыр емес пе? Әм шажарату заққум. Әлде анау тозақтағы заққум ағашы керек па саған дейді. Ол заққум ағашын біз баяндаған кезде дейді, сен арқылы, ей пайғамбар, инна жаалнака фитнетан лиззалимин. Біз оны ана сені тыңдамай жүргендерге емтихан қыла салған едік дейді, не дер екен деп. Тозақта ағаш бар деген кезде олар күлкіге тіпті айналдырған екен да. Тоза отты ағаш өсуші ме еді деп. Егер Алла қаласа өседі. Соны Алла Тағала баяндайды, иннака шажаратун тахруджу фи аслил жахим. Ол ағаш анау жаханнамның түбінен шығады дейді. Жаханнамның бетіне дейін шығып кетеді екен ол. Соған өрмелетіп жегізеді екен да оны. Сосын қайтадан жахимға қайтарамыз дейді оны. Ол азаптан кейін. Міне осы нәрселердің бәрі хақты. Міне осы жаңағы қасымыздағы жын серікте сөйтіп көрініп, мен емес бұны шектен шығарған, өзі бұзылған еді деген сөзді назар аудару керекпіз. Өзі бұзылған еді деген сөзге назар аудару керекпіз. Өзіміз дұрыс емеспіз. Біз келетін ашуландырып, анау кеп тыныш отыр едім, ашуландырып бүкіл бұзып кетті деген. Өзіміз дұрыс емеспіз біз. Біз дұрыс болсақ, кім ашуландыра алады сізді? Жап жақсы отыр едім, келді ашуландырып, настроениемді түсіріп кетті дейміз біз. Енді намазды қайтып оқимын қазір. Сондай жағдайларда болып жатады. Өзіміз дұрыс болсақ, кім ашуландыра алады сізді? Өзің дұрыс болсаң, кім сізді сараң қыла алады? Өзің дұрыс болсаң да. Соқтан осы дұрыс болу деген нәрсені пайғамбарымыз салам дұғаларының бірінде Аллахумма алхимни рушди ва азни мин шарри нафси. Аллах Тағала мына сана сезімні, саналығымды бере көрші маған. Мен біліп тұрайшы, қайсысы қай жақтан кеп тұрғанын, сананы берші маған бірінші. Және мені ва азни мин шарри нафси. Нәпсімнің жамандығынан сақташы мені. Өз нәпсімнің жамандығынан сақташы мені бірінші.
محمد جاء